десятилетие, как мы закончили факультет журналистики. Пару слов, пожалуйста. Барлықтарыңа сәлем. Мен Ботаның құрбысымын. Бізде бүгін 10 жылдық кездесуге бара жатырмыз. Өзім Кореядан келдім деп па. Кори у нас иностраночка, ей 6 лет не было. Мы очень рады ее приезду. Все самое интересное будьте с нами. Жоқ, анда жігіттер болады ғой, үйленердің алдында бойдақ қимай жүрсе, сен солай шешемін деп жүрген жаққанды көрсем бойдақ. Дәулетқанды көрсе бойларымыз екен уже. Неге? Дино ішінде басқа әлем болып тұр. WhatsApp-қа жіберем деп сен саласың. Білмеймін, жаңағы сіз келе жатқанда звондай телефон. Мұрат, дыбыс режиссері. Мен бере алмаймын деді. Пока что. Пока что мен жаңада Фариза айтып отыр, Фариза кетіп кетті, Ренат кетіп кетті. Ренат айтты, Фариза жылап маған айтты, жатқанда ауырып көремін қалып деп. келемін, жақсы отырсыз, өз жерде. Жүрегімде көп нәрсе сайрап тұр. Айта бер, ұзағына. Әрқайсысы, иә, біз бақыттымыз негізі. Сондай Казгу сияқты университетте оқып, журфакта оқып, мықты ұстаздардан тәлім алды. Әрқайсысының өзінің қоғамда орның бар. Міне Құралайды, Арнатты бәрін. Келмес ауыз сағым ғана, достықты қиындықта сен көресің, қайғы келсе досым-ау сен егесің, өзіңнен жырып алып ұсынасың, аямай қолдағыңды тең бөлесің, қуанышта сен үшін қуанатын, көңіліңді қалайда жұбататын, досыңды құрмет ет, сыйластықта жан досың мың сырыңды ақтаратын, шатаспа бұл жалғанда дос таңдауда, шынайы бол күліп тұрып сен алдама, қанша тағдыр, қанша уақыт, қанша жан, міне бүгін досын іздеп армандауда. Белесінде жүрген қыздың бірі осы Әсел Еркінбекова. Бүкіл кітапты оқып тастаған дейсің ғой. Сізде бірінші қонақ қыз, ол оң жағында отырған 91 фан группасының фотожурналист. Бұл қыздың бір ерекше, вообще әртүрлі, әрбір Бақыттымда бағанадан бері әрқайсыларыңызға қарап көзім тоймай, ерекше сезім болып, студенттік кезім, журналистика, коридор, факультетіміз, аудитория. Құрметті достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, тіркеліп отырыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең қызықты влогтар тек қана менің каналымда. Сау болыңыздар.